Тағы да сол тракторшының әңгімесі. Бүгін ауылда тракторшылар жаңағы көңілісімен түсіп қалады ғой. Содан сөйтіп жаңағы жерді жыртып жүреді. Содан жүрген жаңағы жігіттің ұйқысы келеді ғой. Содан 2-тер шамасы. Содан кейін қой енді бір жолдың шетіне шығып демалайын дейді да. Сөйтіп жерді шетке қойды, трактордың төбесіне шығып ұйқыны береді ғой. Ұйықтап жатса түсінде жер қозғалысы дейді да. Адамдар жан жаққа табалап қашып жатыр. Содан бастап алып қашып жатыр. Бұл да қашып келе жатады. Қашып келе жатады. Су өткенде жоғарыдан бір шипырлап келе жатады ғой. Шипырлап кетті, басына тасы тағалап. Сөйтіп елді деген осы екен ғой дейді да. Құлап кетеді да, содан оянып кетеді. Сөйтіп көзін ашса жаңағы түс екен да. Ой, Құдайға шүкір, аман сен қалыппын ғой деп. Оянып кеткенім жақсы болды деп айтады дейді. Содан кейін оның жаңағы дірілдеп отқаны түсіндегі жаңағы трактордың діріл екен, жаңағы не отқан жаңағы жер қозғалысы деген трактордың дірілінен жоқ жер қозғалысқан болып түсіне кірген да. Тас еткен таяқ бұл жаңағы бригадир келіп қалған осы кезде. Сөйткенде таяқпен ама не деген капотта бір ұрған ғой, тас еткізіп. Тұрыңдар жігіттер, не істеп жатсыңдар, ұйқыларың не ме түнгі сағат? Жұмыс істеңдер деп айтты. Сол кезде жаңағы бригадирге жаңағы трактор шығады, ой, бригадир молодец, сіз мені құтқарып қалдыңыз. Сіз келмегенде мен өліп кететін едім жаңағы жерде. Сіз құтқардыңыз мені деп рахмет айтып жатыр дейді да.